венозды катетер қою туралы айтатын боламыз. Бірінші катетерімізді ашып дайындап аламыз. Және содан кейін жгут барып, ойлап, жұмыс істетуін өтеміз. Міне, достар, мұқият қараңыздар. Қай вена чувствовать етіледі өзімізге? Қараңыздар. Міне, вена чувствовать етіліп тұр. Және қолыңызды ұстап тұрыңыз, жұдырықтап тұрыңыз. Міне, венозды катетер. Қараңыздар, инесі бар өзі. Міне, чувствовать етілді. Қараңыздар. Міне, қан келіп тұр. Қараңыздар, е? Не істейміз? Жаймен тартып, кіргіземіз. Сосын кейін жгутты шешіп, оқыс қимылмен аны алып, системаны жібереміз. Сосын байлаймыз. Яғни лейкопластырды жапсырамыз, достар. Қараңыздар. Кішкене лейкопластырын жапсыру қиын болып жатыр. Осылай. Міне, қолды ашып жұмған кезде, жалпы қимылдаған кезінде ешқандай не болмайды. Яғни науқасты ауруханаға тасымалдау кезінде ешқандай проблема болмайды. Қолынан шығып кетті деген нәрсе болмайды.